барлығын неге төзеді деген сұрақтар туындайды. Қазіргі кезде әлеуметтік желілердің дамығаны соншалықты түрлі сайттар пайда болып жатыр. Олардың ішінде көп адамдар қолданатыны Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube, Одноклассники және басқалары. Бұл программалар несімен қызық? Көз қызметінің бұзылуына алып келеді. Төртіншіден, әлеуметтік желі адамды белсенді емес, тұтынушыға, яғни адамды жалқау тұлғаға айналдырады. Сіздердің тараптағы, яғни әлеуметтік желіге деген көзқарастарыңыз қайшы, иә? Ғасыр, яғни дамыған заманға байланысты біз тақырыпты осылай деп алдық. Біз әлеуметтік желіні тек қана жаман жақтарынан көрмей, жақсы жақтарынан көре білгеніміз жөн. Мысалға алатын болсақ, әлеуметтік желі арқылы қазір көптеген адамдар табыс тапты. Мысалға дүние жүзіндегі адамдардың 90%-ға жуығы интернетке кіреді. Яғни бұл дегеніміз интернеттің маңызы өте зор. Интернет ағылшынша желі арқылы байланыс дегенді білдіреді. Ол бүкіл жер шары бойынша ақпарат ағымын таратуды қамтамасыз ететін жедел жиынтық. Құмар ойындың мақсаты ақша немесе бағалы материалдарды ұтып алу. Құмар ойынына байланысты мәселені патологиялық құмар ойындары деп аталады. Бұл құмар ойындар физикалық, социалдық, психологиялық тұрғыда балаға немесе адамдарға зиян келтіреді. Ол жаңағыдай Әлем бойынша 800 миллион адам саны осы типтік әлеуметтік желісін пайдаланады. Ал шамамен 500-600 миллион адам саны қарқынды жұмыс істеп күнделікті видеоларын, өзінің юморлық видеоларын жүктеп отырады. Енді типтік әлеуметтік желісі біреулер үшін жай қызығушылық болса, ал кейбіреулер оны табыс көзіне айналдырады. журналистика саласы әлеуметтік желімен толық байланысты. Себебі журналистика саласы ол әлеуметтік желі арқылы бүкіл тың ақпараттардың барлығын алып отырады. Және де біздің елімізде Теңгеньюз атты сайт бар. Оған заңды түрде біздің мемлекетте болып жатқан барлық жаңалықтарды салып отырады. Және оның барлығы шын. Жақсы, рахмет. Құрметті сарапшылар, нақты дәлелді деректер қарастырып отырсаңыздар. Мысал ретінде алатын болса, мен қазақ әдебиетінен ертөстік ертегісін алар едім. Ертегіде жыл сайын емес, ай сайын емес, күн сайын өзгеріп болады. Интернет желісі де сол ертөстіктің ежелдігі сияқты дамып отырған бір сала. Негізі былай өзім ойлап қарасам, Instagram деген өтірік. Неге? Өйткені адамдар, қазір біз секілді адамдар, қарапайым адамдар, ең мықты танымал жұлдыздардың өміріне қарап, өлгенше қызығып отырады. Неге мен осындай емеспін? Неге осындай болмасқа деп ше? Солай өздерінің самооценкасын өздері түсіреді. Илон Маск айтқандай, адам біреудің өміріне өлгенше қарап, өзінің көңіл-күйін өсіреді. Өзін әлсіз деп санайды. Негізі Инстаграмның нағыз бақытты деген адамдар бақытсыз болып кетуі мүмкін. Өйткені олар Инстаграмға тек позитивті жақтарынан салады. Ешқандай адам Инстаграмнан негативті өзінің жаман нәрселерін ешқашан салмайды. әлеуметтік желі адамның ажырамас бөлігіне айналып отыр. Енді достарыңызға, немесе туыстарыңызға әлемнің қай түкпірінде жүрсеңіз де хабарласып, хабар алмасуға болады. Енді олармен байланысқан әлеуметтік желіні пайдаланасыз. Олар хатыңызды бірнеше секунд ішінде жеткізеді. Адамдар әлемнің әр нүктесінде жүрсе де, бір-бірімен әр уақытта байланыста болады. Әрине, жылдан дамып келе жатқан бұл қоғамда ғаламтор адам баласына аз уақытта мол ақпарат алуға көмектеседі. Мысалға алар болсақ, қолайлы демалыс орындарын таңдау, ұшаққа билет брондау, немесе қонақ үйден бір бөлмеге тапсырыс беру секілді әрекеттер жылдан әрі сапалы орындалады. Адамдар осы арқылы өз уақыттарын үнемдей алады. Егер де мен өз ойымды қосар болсам, осы Instagram әлеуметтік желісінің өтірік екенін түсінсе, сонда дәлелдеп қойды. Егер де ойларыңызды түсінсе, мотивация алғаныңыз кезде абай жолын оқыңыздар. Ал егер сөйлегендеріңізді түзеңіздер десе, әуезов оқыңыздар. Ал егер мінездеріңізді өзгерткіңіз келсе, момышын оқыңыздар. Оларда да мотивация бар. Инстаграмнан алудың қажеті жоқ.
кітаптарды ақтарсаңыздар орда да бар. Бұл өзім Мен келген қариядан кішкентай жас балаға дейін барлығы әлеуметтік желіні қарайды. Себебі жаңалықтан әлемде не болып жатыр, жаңалықтан желіні пайдаланмасақ, әлем қандай болар еді деп ойландыңыздар ма? Ойланатын болсақ, негізі өткенде қаңтар оқиғасына байланысты бізде әлеуметтік желісіз өмір сүрген болатынбыз. Әлеуметтік желі болмаса да теледидар болды, сол арқылы біз жаңалықтарды естіп отырдық. Әлеуметтік желісінде былай қарап тұрсаң өмір сүруге болады. Бұрынғы заманда ата бабаларымыз өмір сүрген. Осы қазіргі таңда да өмір сүруге болады. Мысалы, әрқайсымыз әлеуметтік желіде отыратын болсақ, отбасымыздағы жанұяларымызбен онша арақатынасымыз болмады. Ал осы қаңтар оқиғасында біз жанұямызбен жақсы қарым-қатынаста болдық. Және де өзімізге уақытымызды да тиімді пайдаландық. Жақсы пікір айтылды. Енді сонда мынау пікірді айта отырып, бұлар өздерін мемлекеттік емтиханға есте жазуға дайындап жатыр. Ал бұл тақырып мемлекеттік эссе деген ол өзіңнің ойыңды қағаз бетіне түсіру. Өз ойыңды, өзіңнің көзқарасыңды, сендер ешқай жерден көшірмейсіңдер, өз ойларыңды еш нәрсе пайдаланбайсыңдар, өз ойларыңды қағазға түсіру.